Достар, бәріне сәлем. Қазір Сеген Дұрысбековтың ақ жауын кейін домбырада ойнап үйренеміз. Егер де каналға тіркелмесең, тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгінгі сабақта біз ақ жауынның бірінші бөлімін үйренетін боламыз. Мен қазір сіздерге соны ойнап беремін, сосын үйренуді бастаймыз. Так, нотаны ашайық. Бұл кейді мен университет оқып жүрген кезде ойнаған болатынмын. Қазір көбісін ұмытып қалғам, сосын нотаға қарап отырып өзім еске түсіріп, сіздерді үйретейін деп шештім. Ендеше бастайық. Басында біздер ең бірінші шерту үйренуіміз керек. Егер де сіз шерту білмесеңіздер, мынандай жаттығу жасаңыздар. Бас бармақты мына жерге қоямыз да, былай шерту үйренеміз. Егер де сізде барлық саусақ бірге қалып жатса, ол дұрыс болмайды. Сіздер деген мынаны қойып, мынаны былайына ұстап аласыздар, бас бармақпен былай. Және мына бас бармақты қойып, былай бір-бірлеп ашып үйрету керексіздер. Осылай. И тағы да былай жинап аламыз. 1, 2, 3, 4, тағы да 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Осылай тез жылдамдыққа көшеміз. Сосын 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Сосын осылай. Осыны шығарғаннан кейін, егер де бірінен соң бірі осылай шертетін болсаңыздар, онда бас бармақты былай тігінен қойыңыздар да, былай жанаңыздар, төменге қарай. Былай жанға кетпеу керек, былайынан. Именно төменге қарай кетеді. Осылайынан. Сосын оны болғаннан кейін, сіздер мына күйде бір шекті ойнайтынелері бар. Одан кейін мынандай жаттығу жасайсыздар. Мына жақтан бірінші неден бастап бас бармақты былай тігінен қойсыздар да, тек қана бас бармақты үстіңгі шекке қойсыздар, мына жақта астыңғы шекті ойнайсыздар, былайша. То есть көтересіздер да астыңғы шекті төменге қойсыздар. Одан кейін келесі осылай келесі нелерді қойып үйретесіздер. Одан кейін үстіңгі шекте тек қана үстіңгі шекті ойнайсыздар. Одан кейін астыңғы шекке түсесіздер. Міне екінші, үшінші, төртінші, бесінші, үшінші, үстіңгі шекте екінші, үшінші, төртінші. Осылай. Күй үйретем деп мен жаттығуды үйретіп кеткенім қалай кетті. Бірақ та сіздер соны білмесеңіздер, яғни база дейді ғой, базовый шертіп білмесеңіздер, онда сіздерге бұл қиын болады. Сондықтан жаңа мен көрсеткен мына бірінші, екінші, үшінші, төртінші перне, одан кейін үстіңде бірінші, екінші, үшінші, төртінші, осылай жасай беріңіздер. Төмен, жоғары, астында, үстінде, төмен, жоғары, осылай бірінші саусақтарыңызды шертіп үйретіп алыңыздар. Және мына жақта шерткен кезде мына қолдар деген саусақ былай жүру керек. Мынау деген ішке қарай кіру керек былай. То есть қолмен бірге көтермейсіздер былай. Былай қозғамайсыздар мына саусағыңыз былай. Саусақ мына жағы ойнау керек, сыртқы жағы. Ішке қарай, сыртқа қарай ойнағанда осылай. Ішке қарай жинап аламыз. Жұдырық жасап алмаңыздар былай. Мынаны ашып қоямыз. 1, 2, 1, 2. Енді күйді үйреніп бастайық. Ең бірінші біздер былай ойнаймыз. Мына біздер 7-ші перне, үстінде 5-ші пернені жабамыз. Сосын былай ойнаймыз. Төменге жетеміз, одан кейін бас бармақпен жетеміз төменге. Одан кейін үстіңгі шекті ойнаймыз да, мына жақта лига жасаймыз 5-ші пернеден 7-ші пернеге. Төмен, жоғарғы шек ойнаймыз, бас қыламыз. Одан кейін тағы да мынаны ашамыз, 7 мен 5 тұра береді, төмен ойнаймыз. Одан кейін үстіңгі шекті ашып береміз де, жоғары ойнаймыз. Сонда былай болады, төмен, үстін ашамыз. Тағы да басынан бастап. Үстін ашамыз. Осыдан кейін біздер қайттан 5 жабамыз, үстінде 5-ші пернеден төмен, жоғары, төмен деп ойнаймыз. Деп шертеміз де үстіңгі шекті ойнаймыз. И 7 басып қаламыз. Лига. Тағы да басынан бастап. Одан кейін сосын
ашамыз, жетіден бес тұра береді, төмен, жоғары ашып жібереміз. Енді бәрін бірге. Келесіге барайық енді. Келесі бізде дәл жаңа басындағыдай бастаймыз. Төмен, жоғары, лига. Одан кейін астыңғы үшке барамыз. Үшінші пернеден өздер төменге шертеміз. Астыңғы шекті ғана төмен, сосын жоғары шертеміз, сосын фаршлагамыз. Фаршлаг демейді. Ойнаған кезде екінші пернені іліп алу. То есть мен үшті ойнаймын, бесті іліп аламын, алып тастаймын, қоямын, алып тастаймын. Так, енді жаңағы жерден үшке барамыз, төмен, жоғары ойнаймыз, фаршлаг. Содан кейін үстіңгі шекті ойнаймызды ашық, одан кейін жетін басып қаламыз. Так, мына мынадан бастап көрсетейін. Төмен, жоғары, үстін басы ойнаймыз, басамыз. Төмен, жоғары. Ой, фаршлаг істемей ұмытып кеттім. Төмен, жоғары, фаршлаг, сосын жоғары. Төмен, жоғары, фаршлаг. Енді жаңағымен бірге міне. Одан кейін екі рет былай ойнаймыз. Екі фаршлаг жасаймыз. Төмен фаршлаг, жоғары фаршлаг, и үстіңгі жаңағыдай істейміз. И тағы да бір. Қайттан жаңағы. Одан кейін басындағы. Одан кейін біздер үшке қайтадан барамыз. Үштен беске лига жасаймыз. Төмен шертіп. Сосын жоғары ойнаймыз да, жетіге фаршлаг аламыз. Сосын үстіңгі шекті ойнаймыз, ашық, жетін басып қаламыз. Так, міне былай болады. Үштен беске лига, жоғары. Вот кеттім фаршлаг. То есть лига, фаршлаг, үстін басып қаламыз. Одан кейін үштен беске екі рет фаршлаг жасаймыз жаңағыдай. Үстін деп ойнаймыз да, басындағы. Басын толықтай ойнаймыз. Жаңа жерден бастап қайттан. Төмен, төмен, лига, жоғары, фаршлаг, үстін ойнаймыз, басып қаламыз. Одан кейін екі рет фаршлаг. Енді бәрін толықтай біріктірейік. Одан кейін келесі жартысына барамыз. Келесі біздер мына 5-тен үстіңгі шекте 5 тағына басамыз, сосын одан 5-тен 8-ге лига жасаймыз. Үстіңгі шекті ойнаймыз, басып қаламыз 8-ті. Одан астында 7-ші пернені басамыз, ортаңғы саусақпен жоғары ойнаймыз. Басында. Одан кейін үстіңгі шекті ойнаймыз, сосын басып қаламыз 8-ті. Тағы да. Сосын 5-ті ұстаймыз бірінші саусақпен, төмен ойнаймыз, фаршлаг аламыз 7-ге. Сосын жоғары ойнаймыз, 5-ті. Сосын үстін ойнаймыз да ашық, астында 7-ні басып қаламыз, лига. Тағы да. То есть төмен фаршлаг, жоғары, үсті, астында 7 басамыз. Тағы да. Төмен фаршлаг, жоғары, үстің шек, астында басып қаламыз. Одан кейін 3-ке барамыз, 3-ті төмен жоғары ойнаймыз. Сосын үстіңгі шекті ойнаймыз да 7 басып қаламыз. Төмен жоғары, үстін. Одан кейін басына барамыз. Басын просто мынаны ойнаймыз. Сосын былай істейміз, 3-тен 5-ке лига, төмен ойнаймыз. Сосын жоғары, үстін ойнаймыз. Басып қаламыз 7-ні. Сосын бар 3-ті төмен жоғары. Сосын тағы да үстін ойнаймыз, басып қаламыз 7-ні. Тағы да жаңағы жерден. Үшті төмен жоғары,
үсті. Сосын барып былай істейміз, жетіні басамыз, астында та-та-там деп ойнаймыз. Жетінші пернені, то есть та-та-там. Сосын 5-тен 7-ге лига. Сосын үшті төмен жоғары ойнағанда фаршлар жасаймыз. Төмен жоғары үстін бана басында ойнағанбыз осылай. То есть төмен жоғары фаршлаг, үсті жетіні басамыз, сосын басында. Одан кейін 3-тен 5-ге лига төмен өшетеміз. Сосын жоғары фаршлаг, үстін басып қаламыз жетіні. Сосын 3-те 2 рет фаршлаг, үсті басында. Жаңағы бөлікті барлығын қосып бірге ойнайық. Так, 5-тен 8-ге лига. Үстінде астында жетіні басып қаламыз. Так, айтпай ойнайын. Тұсын жетіп, 5-тен 7. Мінекей достар, осылайша бүгін ақжалынның бірінші бөлімін үйрендік. Негізі бұндай шертпе күйлерді, жаңағыдай теріп ойнауды үйрету өте қиын. Бірақ егер де үйреніп жатсаңыздар, осы видео арқылы үйреніп жатсаңыздар, қатты қуанамын. Сосын айтатын нәрсе, бұндай күйлерді негізі фа және де до ноталарында ойнаған жақсы. Төменге. Сонда дауысты кішкене не шығады, қоңыр шығады, жаңағыдай төменгі дауыста. Егер де сіздерге фа мен доны қалай дұрыстау туралы видео керек болса, төменге комментарийға жазыңдар. Сол жерде мен сосын сол туралы видео шығаратын боламын. Ендеше барлықтарыңызға сәттілік және де төзімділік тілеймін. Келесі сабақта көріскенше сау болыңдар.